саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер? Есенсіздер ме, теледидар сүйер қауым? Сіздермен бірге әдеттегідей жаңалық жаршысы бағдарламасы. Оның жүргізушілері мен, Темірбекова Гүлсезім. Және мен, Сапанова Мерей. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Меңдіқара ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасында еңбегі сіңген мәдениет қызметкері, талантты композитор, ақын, әрі әнші Саукенов Бақытжан Дәуренұлы мырза келіп отыр. Бақытжан Дәуренұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жақсы болдың бәрінде. Қалыңыз қалай аға? Жақсы өте. Әуелгі әңгімемізді дәстүрлі сұрақтан бастасақ. Қай өңірдің тумасысыз, өнер жолына қалай келдіңіз? Және сонау балалық шаққа кішігірім шолу жасасақ. Мен 1951 жылы 10 маусымда Жәнегелдин ауданы Торғай селосында дүниеге келдім. Сол мектепке барғаннан кейін Болат Хамзин деген менің ұстазым, талантты дирижер, Алматы мемлекеттік консерваториясының түлегі, сол ағаның қарамағында болып, Тыныштық Сәрсенбаев сонда ағаның қарамағында болып, сол түрлі музыка аспаптарға үйренуге сол кісілердің қасында болдым. Сол кісілер құрған оркестрмен, сол кісілер құрған өнер ұжымдарымен бірге жұмыс істеп, талай шыңға көтерілдім. Сол ағалардың арқасында жақсы, әдемі, тамаша әндер шырқап, әндер айтып, сол әншілерді сахнаға шығаруға мен де сондай тамаша қатарға қосылдым. Өзіңіздің әлеміңіз бөлек адамсыз ғой. Шығармашылық адамның өмірі қандай болады? Шығармашылық адамдардың өмірі әрине өнер деген, ол әрі қиын, әрі күрделі, айтуға ғана оңай болуға тиіс. Енді мысалы мен өзім маған дәріс берген ағалардың бойыма берген өнерін мен енді келешек ұрпаққа бергім керек. Ол менің адамгершілік парызым. Сондықтан да алдыңа шәкірт келетін болатын болса, ол шәкіртпен өзің шәкіртше сөйлесу керек. Оны басқаша әлемнің адамы сияқты болмай, бірге ұстап, қарапайым болу керек ол адам. Өзіңнің бойыңдағы қасиетіңді ана шәкіртің алатын болатын болса, сен бақытты жансың. Өнер адамдарының сипаты, өнер адамдарының әлемді қашанда биіктері өтейсіз. Сұхбат соңында біз секілді жас жеткіншек оқушыларға өмір жолына нық тұруға қандай ақыл кеңес беріледіңіз? Әрине, мынау қай азамат болса да, ол ғалым болсын, ол әйтпесе академик болсын, дәрігер болсын, сазгер болсын, әнші болсын, барлығы да ұстаздың алдынан шығады. Ұстаздарға рахмет айта отырып, сол ұстаздардың алдынан шыққан шәкірттер қандай тамаша әдемі өр мінезді болып, жақсы сипатты, саналы болып өскен азамат болатын болса, ол сол ұстаздарының берген тамаша тәрбиесін деп білемін. Енді бүгінгі сұхбатқа шақырған мектеп ұжымы, мектептің басшысы Кемел Дәмелұлы және мына осы бүгінгі осы телестудияның қызметкерлері өздеріңе табыс тілеймін. Мектепті жақсы бітіріп, өздеріңе де жауапкершілік артып, осындай тамаша әдемі сұхбат жүргізіп жатқан ол да болса, сендерге берген өзі Алланың берген үлкен таланты. Сондықтан да мына бүгінгі сұхбатқа қойған сұрақтарымызға, тамаша жүрек жарды сөздеріңізге рахмет айта отырып, сендерге табыс тілеймін, дендеріңе саулық тілеймін. Қашанда осы ұжымдағы әдемі жақсы жаңалықтарды сол жариялап жүретін осы телестудияның қызметкерлеріне, осы ұжымның адамдарына, сендерге денсаулық тілей отырып, тамаша әдемі шыңдарың биік болсын дегім келеді, дендеріңе саулық болсын, тамаша осындай Меңдіқарамыз көркейе берсін. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бізбен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.